монета сақтайтын ұяшыққа лақтырылған кішкентай қыз табылды. Оның табылған жеріне байланысты оған Айл Янг есімі берілді. Көп ұзамай ер адам оны чемоданымен алып кетіп, оны алаяқтықпен ақша тауып жүрген қатыгез қылмыстық ұйымға тапсырды. Ұйымның жетекшісі бәрі қорқатын және жай ғана ана деп атайтын әйел болды. Шарасыз ер адам қарызын өтеу үшін анасына Айл Янгты тапсырды. Осы жылдар ішін асырап алып, оларды тек өзінің қылмыстық империясының құралына айналдырды. Балалардан ақша табады деп күтілген, ал пайдасыз болып қалғандар лақтырылған. Айл Янгта ерекшелік емес еді. Бір күні оны тастап кетті, бірақ жалғыз қайтудың орнына ол басқа тастанды баламен бірге оралды. Анам Айл Янгтың басқалардан ерекшеленетінін бірден түсінді. Сол күннен бастап ол оны зорлық, зомбылық әлемінде аман қалуға үйретті. Бір күні Айн көшеде жатқан қаңғыбас итке жанашырлық танытқанда, анасы жануарды атып тастаудан тартынбады. Ол оған егер ол ешқашан пайдасыз болып қалса, оны да өлтіретінін салқын түрде ескертті. Бұл сөздер Айн өмір сүрген ережеге айналды. Жылдар өтті, ал Айн қорықпайтын қарыз жинаушыға айналды. Ол әр тапсырманы тез және дәл орындап, тез арада анасының ең сенімді баласына айналды. Біреу оның кім екенін сұрағанда, анасы жай ғана ол менің қызым деп жауап беретін. Айн бұл сөздердің нені білдіретінін ешқашан түсінбесе де, ол эмоционалды түрде алшақ және мәнерсіз қалды. Өзінің салқын келбетіне қарамастан, ол бұрын соңды білмеген жалғыз отбасына, әсіресе оның жанында өскен қарапайым мінезді жас Хончуға қатты қамқор болды. Бірде анасы Айл Янға шетелге қашып кеткен борышкердің отбасынан мерзімі өткен пайыздарды өндіріп алуды тапсырды. Ол кетер алдында оған үнемі үлкен ағасы сияқты қарайтын, оның қауіпсіздігіне алаңдайтын, тіпті оны қорғау үшін қару-жарақ ұсынатын Ву Бон. Айн сабырлы түрде оның қаруы бар екенін айтты. Тағы бір қатыгез борышкермен кездесуді күткен Айн оның орнына Сок Хен есімді көңілді жас жігітті кездестірді. Басқалардан айырмашылығы, ол оның салқын жүзінен қорықпады. Ол оны үйіне шақырып, оған макарон жасап берді де, ақыры әкесі қарызын өтейтінін сенімді түрде айтты. Өз ата-анасы тастап кеткендіктен, Айл Янг ешкімнің өз отбасына соншалықты толық сене алатынына сене алмады. Ол үшін отбасын жоғалту ең оңай нәрсе болды. Суген оған күтпеген мейірімділікпен қарады. Оның жараланғанын байқаған кезде, ол ақырын оның жараларын таңуды ұсынды. Бүкіл өмірін зорлық, зомбылық пен қатыгездіктің қоршауында өткізгеннен кейін, Айн қалай әрекет ету керектігін білмеді. Ол өзін жайсыз сезініп, оны итеріп жіберді де кетіп қалды. Содан бері ол анасына өтірік айта бастады. Ол шындықты айтудың орнына Сук Хен келген сайын ешқашан үйде болмағанын алға тартты. Осы уақытта анасының асырап алған балаларының бірі есірткі саудасымен айналысқан. Айн оған есірткіні Сук Хенге сататын болса, ол оны өлтіретінін ескертті. Анасының Айл Янгты қаншалықты жақсы көретінін біле тұра, ер адам оған тікелей қарсы шығуға батылы бармады және оның орнына ашуын өз қарамағындағыларға шығарды. Келесі күні Айл Янг Сукюннің үйіне оның бос екенін білу үшін ғана оралды. Ол да телефондарына жауап бермеді. Оны алдап кетті деп ойлап, ол құлыпты бұзып, үйге кірді. Бірақ ішіндегі ештеңе оның қашып кеткенін көрсетпеді. Дәл осы сәтте оған Сукун телефон соқты. Ол көрші мейрамханада жұмыс істейтінін түсіндірді. Дал Янг оған осындай жылы, қарапайым ортада өзін мүлдем жайсыз сезініп қонаққа келді. Бірақ Сок Хеннің қасында жүргенде, ол бұрын соңды болмаған сезімдерді бастан кешірді. Ол оның қарызын дереу өтеуін талап етті. Бірақ дауласудың орнына Сок Хен оның қолынан ұстап, оны кинотеатрға сүйреп апарды. Фильмді көріп отырып, Айн оның иығында тыныш ұйықтап қалды. Кейін олар бірге ішіп, түннің бір уағына дейін сөйлесті. Сок Хеннің жылуы бірте-бірте ери бастады. Оның жүрегінің айналасындағы мұзды қабырғалар. Ол өмірінде бірінші рет біреудің қасында болғысы келді. Әрқашан сыртқы келбетіне мән бермей киінетін қорықпайтын әйел кенеттен оның сыртқы келбетіне назар аудара бастады. Бір күні кешке анам Айл жасты Сок Хен тұратын көп қабатты үйге алып келді. Ол оған Сок Хеннің әкесі бір жола жоғалып кеткенін және қарызды өтеу мүмкін болмағандықтан Сук Хеннің мүшелерін алу үшін сол түні өлтірілетінін хабарлады. Анасы пышақты баланың қолына қойды. Бұл кезде Хончу төменде күтіп тұрған еді. Қыз ақылды түрде оған жоғарыға көтерілмес бұрын 100 ағашты санауға кеңес берді. Осылайша өзіне қымбат уақытты ұтып алды. Ол өзін Сок Хеннің пәтеріне тастап, оның өмірін сақтап қалу үшін қашып кетуін өтінді. Бірақ Сок Хен әкесінің оны тастап кеткеніне сенуден бас тартты. Бірнеше минуттан кейін Ханг Джу санауды аяқтап, жоғарыға көтерілді. Басқа амалы қалмаған Айн пышақты суырып алды.
тіпті Ханг Джуды да есеңгіретіп тастады. Оны ренжіте алмаған соң, оның орнына басынан бір соққымен оны нокаутқа жіберді. Ол және Сок Хен бірге қашып кетті. Бірақ олардың бостандығы тұтқынға алынғанға дейін ұзаққа созылмады. Банда Хен шырынының мүшелерін алуға дайындалып жатқанда, ол өзінің қан тобын атаудан бас тартты. Хирургқа бәрібір болды. Ол бірден оған пышақ сұғып алып, операция кезінде бәрін білуге бел буды. Анасы жақындағанда, ол Айл Янгқа тіке қарап, оның әлі де пайдалы екенін дәлелдеуді бұйырды. Бірақ өмірінде алғаш рет оған шынайы мейірімділік танытқан адамның алдында тұрып, Айл Янг мұны істеуге өзін мәжбүрлей алмады. Анасы еш ойланбастан Су Хенді Айл Йеннің көзінше өз қолымен өлтірді. Айл Йеннің денесін ағзаларды бөлшектеу және алу үшін алып бара жатқанын көруден басқа амалы қалмады. Айл Янг оның бұйрығын орындамағаннан кейін де анасы оны өлтіруден бас тартты. Бұл шешім барлығын таңғалдырды. Өйткені ол анасы әрқашан ұстанатын қатыгез ережелерге қайшы келді. Мистер ол Айл Янгты өлім жазасына кесу үшін алға қадам басқанда, анасы оны тоқтатты. Дәл осы сәтте бізге Вугонг жүгіріп келді. Жүрегі ауырып, Ақ Янг анасына қарап, «Біз отбасы болуымыз керек емес пе еді?» деп сұрады. «Неге бізге бұлай істейсің?» Ананың жауабы суық әрі аяусыз болды. «Сен ешқашан отбасы мүшесі болған емессің. Сен жай ғана құрал болдың». Айл Янг есін жиған кезде, ол бірнеше басқа әйелдермен бірге жүк контейнеріне қамалып қалғанын көрді. Олардың барлығы адам саудасының құрбаны болып, шетелге сатылмақ болған. Операцияны анасының тағы бір асырап алған баласы Сони басқарды. Соған қарамастан, анасы ұйықтап, қатаң бұйрық берді. Қалған әйелдерді жіберуге болады, бірақ ешбір жағдайда балаға зиян тигізбейді. Бұл тек Сун Идің қызғанышын тудырды. Ол болған оқиғадан кейін анасының неге Айл Янгты қорғауды жалғастырып жатқанын түсіне алмады. Ашуланған Сонг И оған шабуыл жасады. Қолайлы сәтті күткен соң, Айл Йен жасырын түрде кішкентайып, пышақты суырып алып, Сонг Идің көзіне соқты. Содан кейін ол оны шетке итеріп жіберіп, контейнерден шығып кетті. Ондаған ер адам оны айлақ бойымен қуып жіберді. Ол ақыры айлақтың шетіне жеткенше, оның жүгіретін жері болмады. Сонг Идің адамдары оны қоршап алып, өлтіреміз деп қорқытқанда, Айл Йен шарасыз шешім қабылдап, теңізге секірді. Анасы Айл Йеннің шетелге жіберілудің орнына қашып кеткенін білгенде, ол қалғандарын жинап алып, оларға абайсызда әрекет етпеуді және өз бетінше ешқандай қадам жасамауды ескертті. Оның сөздері тәртіпті сақтау туралы бұйрық сияқты естілгенімен, ол шын мәнінде біреудің Айл Йенға зиян тигізуіне жол бермеуге тырысты. Көп ұзамай ұйымның екі аға мүшесі анасымен жанжалдасып қалды. Басқалар сияқты, оларды бір кездері ол асырап алған. Олар анасының тым эмоционалды болып кеткеніне сенді және оның Айл Янгқа деген сүйіспеншілігі ұйымның табысына әсер етеді деп қорықты. Осыған қарамастан, анасы Айл Янгты қорғап, оларға бұл іске араласпауды ескертті. Осы уақытта Ай Йен Вугонға жетуге тырысты, бірақ онымен байланысу мүмкін болмады. Сонымен бірге Ханг Джу болған оқиғаның бәрін дұрыс түсінбеді. Ай Йен шынымен қашып бара жатқанда, оны өлтірмек болды деп сеніп, ол кек алуды шешті. Көп ұзамай Сонгқа Ай Йен қоңырау шалып, Текпаки дүңгіршегінде кездесуді өтінді. Сонг сонда келе жатып, ана мырзамен кездесті. Ол оған сабырмен Вугонның жоғалып кеткенін, Ай Йеннің біткенін, тіпті анасының да өзін-өзі басқаруын жоғалтып алғанын айтты. Содан кейін ол отбасының болашағы түптеп келгенде оның мойнында болатынын айтты. Ай Йен таеквондо стендіне жақындағанда, иесі оған Сонгтың кетіп қалғанын және оны бейсбол алаңында күтіп тұрғанын айтты. Осы уақытта Сонг И анасымен бетпе-бет келіп, Ай Йеннің көзіне алған жарақаты үшін өтемақы талап етті. Анасы сабырмен ақша санай бастады. Сонг И алдымен оған өтемақы төленетінін айтты. Бірақ содан кейін анасы оны тәрбиелеуге жұмсаған барлық шығындарын, тамақ пен баспанадан бастап, оқу шығындары мен Сонг Идің бірнеше рет сәтсіздікке ұшырауынан болған шығындарға дейін есептен шығара бастады. Соңғы сома Сонгты үнсіз қалдырды. Ашуланған ол қарсылық білдіре бастады. Бірақ ол анасын бағаламады. Кездесуден көп бұрын анасы Сонг Идің адамдарына жасырын түрде пара берген. Олар ескертусіз оны ұрып соғып, қоршап алып, бірнеше рет пышақтап тастаған. Басқа жерде Анчел дүңгіршек иесін Текпакимен бірге аңдып жүрген. Оны қорқытқаннан кейін ол ақыры Айл Янгтың қайда кеткенін білді. Айл Янг бейсбол алаңына келгенде Сонг еш жерде көрінбеді. Оны Чудың әлемі өте қарапайым болды. Оның ойынша, егер біреу оны өлтірмек болса, алдымен оларды өлтіруі керек еді. Екеуі бірден төбелесе бастады. Олар төбелесіп жатқанда, Айл Янг оның басқа амалы болмағандықтан ғана оған шабуыл жасағанын түсіндіруге тырысты. Бірақ Ханг Джу сезімдерді де
қиын жағдайларды да түсіне алмады. Оның бар білгені сатқындық. Ақырында Ханг Джо Ил Янгты қатты соққымен құлатып, оны аяқтауға дайындалды. Соңғы секундта Вон пайда болып, оны тоқтатты. Ву Ганг Айл жасты қорғаған кезде Хон Джуды одан сайын ашуландырды. Барлығы Айл жасты өзінен гөрі көбірек ойлайтынына сенімді болған соң, ол көрші үстелдегі қаламды алып, Ву Ганның мойнына тығып алды. Оны тоқтатудың басқа амалы жоқ екенін түсінген Ву Ганның жүрегін ауыртатын таңдау жасауға тура келді. Хон Джуды өлтіру. Ву Ган барлық жастарды құтқара алғанымен, оның ақысын өз өмірімен төледі. Тіпті өліп жатқанда да, ол оған соңғы рет «Анаңды жек көрудің қажеті жоқ» деп айту үшін соңғы күшін жинады. Барлық балалар әрекет ете алмай тұрып, ол оны артынан ұрды. Ол есінен танып қалды. Ол ес-түссіз жатқанда, барлық балалар жас кезінде түсінде өздерін көрді. Кішкентай қыз үйден қашып кеткеніне өкінетінін қайталай берді. Бұл өз жүрегімен күрескен өте жас қыз еді. Ол эмоцияның оның шешіміне әсер етуіне жол бергені үшін өзін кінәлады. Ол Су Хенге деген сүйіспеншілігі өзі білетін жалғыз отбасына опасыздық жасап, айналасындағылардың өліміне себеп болды деп сеніп, шешім қабылдады. Бірақ қандай жағдай болмасын, анасының бойында терең туыстық сезімі сақталды. Бәрінен де Илей Янг қайтып оралып, анасын соңғы рет көргісі келді. Уақыт келді. Ол есін жиған кезде, ол мүмкіндікті пайдаланып, Чиеланы тұтқындады. Екеуі қатты күресіп, әрқайсысы аман қалу үшін барын салды. Ақырында Чиел оны өлтіре алмады. Телефонын пайдаланып, Айл Янг анасына қоңырау шалды. Ол басқа барар жері жоқ екенін сабырмен мойындады. Анасының оны өлтіретінін білсе де, ол әлі де қайтып оралғысы келді. Бұл арада өзін кінәлі сезінген соң өзіне есірткі енгізді. Ол өзінің түкке тұрғысыз екенін қайталай берді. Айеннің тұрған жерін ашып, Хон Джуды бейсбол алаңына апарған оның сатқындығы болды. Бұл алаң Хон Джу немесе Ален өлсе де, ол өзінің кінәсін ешқашан тастамайтынын білді. Өзін кешіре алмай, өз өмірін қиюды шешті. Ол кезде Ву Ган мен Хон Джудың денелері жақын жерде жатқан, ал соңғы өлтіріліп, дымқыл бетон құйылған бөшкеге көмілген болатын. Анам көп жылдар бұрын бәрі басталған темір жол вокзалына аман есен оралды. Ол 10 нөмірлі монета шкафына барып, оны құлыптамас бұрын ішіне бірдеңе қойды. Айен ақыры қайтып келгенде, анасы оған қарап, ақырын сұрады. Ол шынымен де матаны жақсы көреді ме? Айен жауап бере алмады. Ол оның жанында жылы әрі қауіпсіз екенін ғана білді. Сонда анам оған жайбарақат қарап, егер мені өлтіргің келсе, қазір істе, деді. Басқа сөз айтпастан, ал Янг алға ұмтылып, анасының денесіне пышақ сұғып алды. Анасы ешқашан қарсылық көрсетпеген. Ол шабуылдан қашқан жоқ. Ол өзін қорғаған жоқ. Ол өзінің қандай таңдау жасағанын түсіндіруге де тырыспады. Ол да анасының көзінше сәтсіздікке ұшыраған шығар. Ол өз баласындай атаған баласын қорғай алмады. Өзі құрған отбасын асырай алмады. Және өзін әрқашан бас тартқан адамдар сияқты түкке тұрғысыз болып қалды деп есептеді. Ол үшін өлім Айл Янгтың өмір сүруіне және өшпенділік жүгін мәңгілікке көтермеуіне мүмкіндік берудің жалғыз жолы болуы мүмкін. Соңғы күшін жинап болған соң, анасы Айл Янгқа 10 нөмірлі монеталар салынған шкафтың кілтін табыс етті. Алғашында Айл Янг ақыры кек алғандай болды. Бірақ кек алу оның ешқашан шынайы мақсаты болмаған шығар. Бәрінен бұрын, ол Сук Хенге деген эмоциясының кішкентай ұшқыны қайғылы оқиғаға қалай айналғанын түсіне алмады. Бұл оған қымбат адамдардың бәрін жойып жіберді. Анасы қайтыс болғаннан кейін Айл Ян ұйымның басшысы болып тағайындалды. Ан мырза да таратылып, Айл Янг жаңа басшы болды. Сонда ғана ол бір кездері анасының осындай сабырлы сеніммен айтқан сөздерінің шын мәнін түсінді. Айл Янг 10 нөмірлі монета шкафын ашқанда, ол анасының сол жерде қалдырғанын көрді. Ішінде ақша да, қару да жоқ еді. Бұл Айл Янгтың асырап алынғаны туралы ресми куәлік болды. Ол анасының қатыгез әрекеттеріне және кешірілмейтін әрекеттеріне қарамастан, Айл Янгты шын жүректен өзінің қызы деп санайтынын алғаш рет түсінді. Соңғы сахнада Айл Янг жоғарғы қабаттағы бір кішкентай бөлмеде жалғыз отырды. Бір кездері анасы тұрған көрші супермаркеттен аяқ дыбысы өшіп, жаңғырық естіледі. Мыңдаған армандар орындала бастады. Бітті, бітті. Перделер тартылды. Бұл бүкіл оқиға. Көрелік, Netflix лайк басып, пікір қалдырып, жазыла